دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. Әрине бұл оқиғалар тәпсірде жазылады. Идрис алейхиссалам мен Азраил алейхиссаламның арасында мынандай бір оқиға өткен екен. Бір күні Идрис алейхиссалам ыстық бір күні жаздың ыстығында кетіп бара жатып қатты терлеген екен. Сол кезде былай депті Раббысына: "Я Рабби, мен бір күнді ыстыққа шыдай алмадым. Ал осы күнді, алып болған күнді тасып жүретін періште бұны қалай көтеріп жүреді екен? Бұны қалай тасиды екен?" Білесіздер, жұлдыздарды таситын, айды таситын, жаңбырдың тамшыларын түсіретін періштелер бар. Сол сияқты күнді таситын да періште бар. Өйткені күн мыңдаған есе көп жерден үлкендігі. Сөйтіп әлгі періштеге риза болып Идрис пайғамбар дұға қылған екен: "Я Рабби, осы періштеге салауатыңды жаудыр. Осы періштеге жақсылығыңды бер", деп сондай дұға қылады екен. Сол кезде періште де Идрис пайғамбарға сондай ғашық болған екен. "Я Рабби", депті, "мен осы Идристі көрсем екен", деп Алладан рұқсат сұрапты. Сөйтіп Алла тағала оған рұқсат беріп Идрис пайғамбармен көріседі. Әрине адам кейпінде келеді. Біраз сөйлескеннен кейін Идрис пайғамбар айтады екен сөздің барысында: "Ей періште", бірден басқа тақырыпқа көшеді: "Сенің Азраилмен қарым қатынасың қандай? Жақсы деп естіп едім", деп сұрайды екен. "Иә, жақсымын, екеуміз арамыз жақсы", деп айтады екен. "Олай болса, менен Азраилге сәлем жеткіз", депті. Сөйтіп әлгі періште Азраил періштеге барып сәлемін жеткізеді. Азраил періште де, білесіздер, Идрис пайғамбар таниды. Неге десе, дүниеде қайтып бір адам танымал болған болса, аспандағылар да дүниедегілер таниды. Қайсы пайғамбар екен, қайсы әулие екен, қайсы ғалым екенін. Неге десе, біздің амалдарымыз күн сайын, апта сайын, жыл сайын бір көтерілетін кездері болады. Ол жаңағы парақтарда біздің амалдарымыз жазылады, кімнің қандай амал қылғаны. Оны таситын періштелер болады, олар да хабардар. Азраил алейхиссалам да көптен бері көріскісі келген екен Идрис пайғамбармен. Құдайдан рұқсат сұрап, ақыры Алла тағала рұқсат береді. Идрис пайғамбардың сондай бір әдеті бар еді: аптасына 4 күн саяхат қылатын. Алланың аяттарын көріп, табиғатты тамашалап, Алла тағаланың сондай құдіретін көріп, ойланып, тафаккур қылатын 4 күні бар екен. Ал қалған 3 күндері халықпенен араласады екен, халықтың мәселесімен араласады екен. Сөйтіп осындай саяхат күндері шыққан кезде Азраил алейхиссалам жолда болған, кезігеді. Әрине Азраил екен, танымайды, адам кейпінде. Сөйтіп сұрайды: "Ей Идрис, сенімен бірге жүрсем бола ма?" дейді. "Сен мені қайдан танисың? Мен ешкім білмейді қайда шыққанымды. Мен де бір Алланың құлымын ғой, Алланың бір пендесімін ғой. Сенің пайғамбар екеніңді білем. Қасыңа алсам мені, жақсымен дос бол", деп айтады. Сен менімен шыдай алмайсың ғой", дейді Идрис пайғамбар. "Мен болсам аз жеймін, аз ұйықтаймын, көп құлшылық қылам". Азраил ойлапты іштен: "Сен шыдай алмайсың ба?" "Жоқ, мен шыдай алмаймын ба", деп. Сөйтіп күні бойы жүреді екен. Аузы берік Идрис пайғамбардың. Азраил болса періште, жемейді, о да бірақ танымайды Азраил екенін. Сөйтіп тамақ жоқ, ауқат жоқ, су жоқ, ғибадат, зікір, шүкір, пікір. Бір кезде Идрис алейхиссалам қараса, жаңағы бір қойшыны көреді. Жолда бір қойшыны көреді. Сол кезде Азраил алейхиссалам айтады екен: "Ей, мына қойшыдан қойларын саудырайық, бір сүт алайық. Баратын жеріміз белгісіз, ол жерде ауқат бар ма жоқ па білмейміз. Ауыз ашатын кезде осыны қоректенетін едік, осы сүтті ішетін едік", деп айтады ғой. Енді бірақ өзі ішпейді, әшейін тексеру ғой, тәуекелін тексеру Идрис пайғамбардың. Қалай Құдайға тәуекелі бар ма екен, жоқ па екен. Идрис пайғамбар бірден ашуланды: "Ей, олай деме. Сен білмеп пе едің Алла тағала құлының ризығына кепіл екендігін? Қай жаққа барсақ, сол жақта бізге бір ризық жібереді бәрібір Құдай тағала", депті. Сөйтіп келеді, кеш батады, түн батады, келеді бір жерге, түнде Алла тағала ризық жібереді, дастархан жібереді. Идрис пайғамбар дұға қылады. Енді Иса пайғамбарға дастархан жіберген Алла тағала Идриске жібере алмай ма? Майда сүресі мысалы дастархан деп аударылады. Неге? Өйткені Иса пайғамбарға Алла тағала көктен дастархан жіберген. Дастархан келді, жеді, ішті. Қараса Азраил жемейді, ішпейді. "Жемейсің ба?" деді. Танымайды ғой Азраил екен. "Менің аппетитім жоқ", деп айтады, дейді Азраил. "Періштелер жемейді ғой, ішпейді ғой". "Мынау мықты екен", деп айтады Идрис пайғамбар. Іштен ойлайды, ой келеді. Сөйтіп жеп ішіп алғаннан кейін түнгі намазға тұрады. Таң атқанша дейін тахаджуд,
түнгі намаз қылады, таң атқанша қылады. Ақыры Идрис пайғамбар пенде адам болғаннан кейін шаршайды ғой. Ұйықтайын дейді, бір арасыра көзін ашып қараса, жаңа Әзірейіл әлі намазда дейді. Ол шаршамайды ғой періштелер. Мынау мықты екен деп айтады дейді. Өйткені періштелер сондай бір жаратылыстар, дүние жаратылғаннан бері әлі қиямда тұрған періштелер бар. Рукуққа иілмеген әлі. Қиямда тұр, пәленбай мың жыл ондайлар бар. Рукуқтан сәждеге иілмеген періштелер бар. Ылғи рукуқта тұрады. Сөйтіп тағы да жол жүреді. Тағы да қараса бір жүзім бақшасы кездеседі. Екінші күн бұл. Шаршайды, шалдығады. Тағы ораза аузы берік Идрис пайғамбардың. Әзірейіл болса да періште бір жүзім бақшасын көреді. Әзірейіл тағы айтады: Идрис, осы жүзімдерден алайық, кешке қартай біздің ауыз ашатын нәрсеміз болсын. Тағы ашуланады Идрис пайғамбар: мен саған айтпап едім, Алла ризығымызға кепіл деп, ондай айтушы болма деп айтады екен. Ақыры кеш батады, ауыз ашады, Әзірейіл жемейді тағы. Жемейсің ба, кел дейді. Мен аппетитім жоқ деп айтады екен. Тағы ғибадат, түні бойы ғибадат қылады. Идрис пайғамбар тағы шаршап құлайды. Оянса, Әзірейіл әлі құлшылықта екен. Сөйтіп түсінеді: бұл жерде бір нәрсе бар. Айтады: Алла үшін айтшы дейді. Сен адам емессің ғой деп айтады екен. Енді адам емессің, басқа мағынада түсінбеңіз. Бұл адам емессің деген, сен адам емессің ғой, адам баласы емессің ғой деп айтқаны да. Мүмкін солай шығар деп айтады екен Әзірейіл алейхиссалам. Айтады екен: лесту мин бани адам, мен адам баласы емеспін дейді екен. Ана мәләкул мәут, мен өлім періштесімін дейді. Идрис пайғамбар сондай қорқады: не болды, тыныштық па, Алланың әмірі келді ме жоқ әлде мен жанымды алуға дейді. Жоқ, сені жақсы көргенім үшін келдім. Осындай сені естіп едім, менімен көріскің келеді екен, Алладан рұқсат сұрадым, Алла жіберді мені. Сен менімен 3 күн бойы жүрдің, 3-ші күн болдым не қазір. Осы уақытта басқалардың жанын кім алды? Жандарды сен алатын емес пе едің дейді ғой. Дейді, мен олардың жанын дейді бірден жұлып алам дейді. Маған бүкіл адамдар, дүние дейді бір дастархан сияқты. Бір дастарханда қайтып көріп тұрсам, бәрін сөйтіп көріп тұрам мен. Бірден жандарын алам дейді олардың. Сонымен сен мені жақсы көресің ғой деді Идрис пайғамбар. Сенен бір сұрайтыным бар еді енді, ренжіме. Ал сұра, не сұрайсың? Қолымнан келсе орындайын деді. Маған бірінші өлімнің дәмін бір таттыршы деді ғой. Өлімнің ащылығын сезейін деді. Кейін әйтеуір бір жанымды қайтарар Алла тағала деді. Мен оны жасай алмаймын, бірінші Құдайдан рұқсат сұрау керек дейді. Саған не үшін керек бұл деп сұрайды Әзірейіл алейхиссалам. Енді сен сияқты ұйықтамай, осындай ғибадат қылсам, мен кейде ұйықтап қалам, сол күні бойы ұйықтамай жүрсем, тек қана Құдайға құлшылық қылсам, осы өлімнің ашлығын татып көріп қорыққанымнан. Әзірейіл алейхиссалам рұқсат сұрайды, Алла тағала рұқсат береді ғой. Көрдіңіз бе, дуасы қандай қабылда олардың. Біз де сұрасақ Алладан, Алла біздікін де қабылдайды. Бірақ біз сұраймыз, бізге әлбетте бір дауыс естілу керек. Дауыс естілмесе күмәнданамыз. Жоқ, олай емес. Бір құл қолдарын көкке көтеріп: я Раббым, маған берші деп сұраса, Алла: леббей құлым, не сұрайсың деп айтады екен. Тек қана естімейтініміз бар. О да бір емтихан үшін. Сөйтіп Идрис пайғамбардың жанын алады. Идрис алейхиссалам сол жерде өледі. Кейін Алла тағала жәлла жәләлу оның жанын қайтарады, тұрады. Сонда Әзірейіл сұрайды: қалай екен Идрис? Өлім қалай екен десе, қиын екен өлім деп айтады екен. Естіген нәрсемнен де бетер екен. Бұрын естуші едім, ауыр екен, бұдан да бетер екен естігенімнен. Бір риwаятта айтылады: қойдың терісін тірідей жұлғаннан да қиын деп айтады екен. Алла тағала жеңіл қылсын өлімімізді иншалла. Әзірейіл, тағы бір өтінішім бар еді дейді. Ал айта ғой дейді екен. Рахмет, өлімнің дәмін таттырдың, бір көрсеттің. Енді бір тозақты көрсем деп айтады екен. Не істейсің тозақты? Не керек саған тозақ? Алладан көп қорқу үшін тозақты көрсем бір. Маған бір пайда болар бұдан. Сөйтіп Алладан рұқсат сұрайды. Алла тағала рұқсат береді, көрсет мейлі дейді. Идрис алейхиссаламды Әзірейіл қанатын алып тозақта, бірден тозаққа барады ғой.
Мысалы пайғамбарымыз миғражда көтерілмеді ма, жәннатты көрді, тозақты көрді, біреулер бар, о жаққа барып келгендер бар ма деп айтатындар бар да. Бар деп айту керек. Кім десе, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи деп айту керек та. Тозақты да көрді, жәннатты да көрді пайғамбарымыз. Сол сияқты Идристі алып барды алейхиссалам. Тозақтың есігіне келіп бекішісіне айтады. Ашыңдар есікті дейді Әзраил алейхиссалам. Бекішісі кім? Малик деген періште. Бірден тозақтық періштелер бар. Кімсің деп сұрайды, Әзраилмін десе, бәрі дірілдей бастайды. Неге? Өйткені олардың да жанын Әзраил алады ғой. Жоқ, мен жан алуға келмедім деп айтады екен. Күллу нәфсин заиқатул маут деген аят бар. Әрбір тірі жан өлімнің дәмін татады. Мысалы, періштелер де бір Алланың жаратылыстары. Олардың да жанын Әзраил алады, мысалы, адамдардың жанын алғанындай. Сол кезде қасыңда кім бар? Идрис алейхиссалам. Не істейсіңдер? Бір ашшы бұл, бір шетінен көрсетші тозақты болған дейді. Сөйтіп Малик деген періште иненің ұшындай бір жерді ашқан екен. Сонда ар жақтан қатты бір ыстық, айғай, уас бір иістер. Осының бәрін көріп Идрис пайғамбар естен танып құлап қалады. Әзраил бірден айғайласқан. Жап дейді екен. Содан оянып кетсе, Идрис пайғамбар Әзраил тұр дейді, кешір енді, сені біраз қинап қойдым, енді осы едік негізі деп. Қалай екен десе, сұрама, білгенімнен де бетер екен дейді. Енді бір соңғы өтінішім бар. Әзраил, рахмет, осы екі өтінішімді орындадың. Тағы не бар десе, енді тозақты көрсеткенің сияқты жұмақты да бір көрсетші дейді. Идрис, сен пайғамбар емессің бе? Жақында бәрібір сол жұмаққа барасың ғой. Жоқ, енді бір көрейін, бір құмарым артсын осы жұмаққа. Алланың разы болған бір жер екен. Мейлі деп Алладан рұқсат сұрап жұмаққа да барады. Сөйтіп Ридван деген періште бар жұмақта, жұмақтың бекшісі. Оларға да есік ашып, кімсің десе, Әзраилмін дейді, бәрі қорқа дірілдейді, біздің де жанымызды ала ма деп. Ақыры рұқсат алып жұмақтың есігін ашады. Идрис пайғамбар қараса, рахат, хош иістер, хор қыздары, бақшалар, керемет енді. Әзраил дейді, жұмақты көрдім-ау, рахмет. Енді бір кішкене жемісінен жейінші, бір суынан ішейінші, осы қандай екен бір көрейінші дейді. Жарайды деп онда сұрайды, онда рұқсат береді Құдай тағалам. Енді мейвасынан, жемісінен жеп, суынан ішкеннен кейін, енді ал шығайық десе, Идрис пайғамбар бір ағашқа жабысып алып, мен бұдан кетпеймін деп айтады екен. Мәна би харижи минха, Әзраил, мен шықпаймын бұл жұмақтан дейді екен. Қалай шықпайсың? Келіп алып, қызық екен шықпайтының. Я Рабби дейді Әзраил періште. Сен маған қандай құлмен кездестің, я Рабби, бұны жұмаққа кіргіздім, енді шықпаймын дейді мынауың дейді. Сөйтсе, мен сенімен тартысам дейді ғой, Идрис пайғамбар. Сонда Алла айтады екен, тартысып көр, саған қандай дәлел келтіреді екен бұл Идрис құлым дейді ғой. Сөйтсе, дәлелің бар ма десе, қазір бар ғой, дәлелің бар ма деп сұрайтындар. Дәлелің бар ма деп Әзраил періште сұрайды екен. Бар дейді екен, аяттар бар дейді екен. Яғни о кездегі аяттар да осы Құран аяттарына ұқсайтын бір мағынада аяттар бар еді. Сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмыз, осы аяттармен келтіреміз, яғни Құран аяттарын. Алла тағала дейді, кітабында айтпады ма? Күллу нәфсин заиқатул маут. Әрбір тірі жан өлімнің дәмін татады деп. Айтты. Мен таттың ба дейді екен. Таттың дейді екен. Бұл бір депті. Мен өлімнің дәмін таттым деп. Екіншісі депті тағы аят бар. Ол жұмақтықтар кірген кезде біз енді өлмейміз деп айтады. Біз үшін бірақ өлім бар деп айтады жұмақтықтар. Мен де өлдім енді, бір өлімім болды мен дейді. Енді екінші өлімім болмайды ғой, мен онда аят жоқ қой депті да. Ол солай депті, рас депті, мойындапты Әзраил алейхиссалам. Ал үшіншісі депті, деген Мариям сүресінің аятына ұқсас бір не келтіреді, дәлел келтіреді. Не деген сөз? Ешбір адам жоқ, бәрі осы тозақтан өтеді деген аят барды. Неге? Өйткені сырат тозақтың үстінен құрылған. Пайғамбар болсын, әулие болсын, мұсылман болсын, керемет, бүкіл адамдар қайдан өтеді? Бәрібір сыраттан өтеді. Ал сырат тозақтың үстіне, тозақты өтіп өтеді бәрібір, көріп өтеді. Сондай өтеді екен мұсылмандар, сыраттан өткенде мұсылманның нұры сондай жарқырайды екен, тозақ айғайлайды екен. Жүзия мүмин, ей мүмин, тезірек өт сыраттан. Фақадат фа нурука лахаби,
сенің нұрың менің отымды сөндіріп бара жатыр деп айтады екен. Аллахым иншалла сол мүминдерден болуды нәсіп етсін. Бұл үш депті Идрис алейхиссалам. Ал төртіншісі депті, Алланың аяты бар. Яғни ешбір құл кірді ма жәннатқа, одан не істеуші емес, шығушы емес деп. Мен кірдім, мен шықпаймын депті да. Қош сау бол депті. Сол кезде Алла тағала айтыпты: ей Азраил, менің құлым Идрис сені жеңді депті. Мен бұны езелден біліп едім, езелден жазып едім бұны. Бұл жұмаққа осы уақытта кіреді сенімен. Бұл жұмақтан шықпайды деп. Сол үшін фада, таста оны депті. Сөйтіп Идрис алейхиссалам қайда қалып қойған екен? Жұмақта қалып қойған екен. Иншалла Аллаху Тағала бізге де осы Идрис алейхиссалам сияқты жұмаққа кіруді нәсіп етсін. Соңғы барар жайымыз жұмақ болсын. Аллахым сол жұмағында баршамызға өзінің нұрлы дидарын көрсетсін иншалла.